Жуырда Зейнекен Асылым әніне бейнебаянмен камбэк жасаған еді. Әншінің жаңа образбен оралуы үлкен үнтаспаның жарыққа шығуымен жалғасуда. Үнтаспа қаймақ деп аталады. Яғни бұны жазғаныма уже бір жылдан асып кетті. Бір жылдан астам мұны дайындап келе жатырмын. 15 тректен тұрады. Оның ішінде интро, аутро да кіреді. Яғни әнге келетін болсақ, дайын ішінде 12 ән бар. 12 әнді ұсынған болатым. Айта кетейік, ән жинақ 2 бөлімнен тұрады. Бірінші парттағы 6 ән эксперименталды және жаңа Зейнекенді көрсетпек. Ал екінші бөлім бұрынғы аураны сезіндіреді. Оның ішінде Кайл Рухпен жазылған фит те бар. Сенің көзің бүгін тым бөлек, маған өзге қарауда. Кайл Рухпен бір жыл бұрын, яғни ана қыста танысқан болатымыз. Сол танысқан кездегі біз осы студияда жиналып, жаңағыдай алғашқы танысу әні болды деуге де болады. Осы әнді жазып жатқан кезде өзіміз қатты танымайтын болдық бір-бірімізді. Осы ән біздің достығымызды күшейтті десе де болады. Қазір өте жақсы доспыз. Бұл альбомның арқасында тағы бір әртіспен достық қарым-қатынастарын жөндеген. Сен әнім ұнатады деген әнді бірге шырқадық. Интроверт екеуміз әннің сөзін екеуміз өзіміздің партиямызды жаздық. Қайырманы өзім жаздым. Яғни әннің идеясы менен болатын. Интровертке жаңағы өзім бір ұсынысым болды. Ол әнде де таныстық әні десе де болады. Осы мені жылытады, жылытады, жылытады. Сонымен қатар Тәмери Шанғазиновамен жазылған мұңынды бер трегі де үнтаспаның құрамында екен. Естеріңізде болса, екеулері одан бөлек бірдеңені бүлдіріп жүрген еді, бірақ дайындап жатқан туындылары әлі жарық көрген жоқ. Күту керек дейді. Ал Райымбек френдзонаның арқасында басқа жаңалықтарын жасырып жүрген сияқты. Ұзын құлақтардан естуіміз бойынша ол үйленгелі жатыр екен. Зейнекен, бұл ақпарат рас па? Жоқ, оны айтпай қойық. Ондай нәрсе қозғамаймын. Жеке өмір жайлы әзірше. Жеке өмірінде өзгерістер бұнымен бітпейді. Себебі тұрғылықты орны енді Нұр-Сұлтан қаласына ауыспақ. Мүмкін ата-аналарына келін апарайын деген шығар. Кім білет, жай ғана хайп болуы да мүмкін. Оны уақыты келгенде біле жатармыз. Әзірге жаңа үнтаспаны тыңдап бағасын беріңіздер.